Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер түріктің тәтті тоқаштары, семит тоқаштарын жасап көретін боламыз. Шынымен де өте дәмді шығады. Кәдімгі өзіміздің орысша айтқанда сушки сияқты шығады. Өте дәмді, шын мәнісінде дайындап көріңіздер, өте тез піседі, әрі дәмді, әрі тез. Міне мен осылай қамырдан жасадым. Сіздер өздеріңіз қалаған қамырды қолдансаңыздар болады. Менде бұл обычный дрожжевой тесто. Дрожжевой тестаны кішкентай бөлігін алдым да, оны 4-ке бөлдім. Және сол 4 қамырдан 4 штук семит жасайтын боламыз. Бұл жерден де тағы да әркімнің өзіне байланысты. Сіздер үлкен етіп жасауларыңызға болады, кішкентай етіп жасауларыңызға болады. Мен кішкентай етіп жасадым, сіздер үлкендеу етіп жасасаңыздар да болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Міне тестамызды осылай 4 бөлікке бөліп алдым да, біреуін алып осылай қолмен жая бастаймын. Осындай домалақ етіп жаясыздар, колбаска сияқты етіп. Сосын оны осылай ортасынан бөктейміз де, тағы да айналдырамыз. Сол кезде осындай спираль шығады. Сосын барып екі жағын қосып қоямыз. Сонда осылай брасетик сияқты шығады. Осыны пергамент қағаз төселінген, немесе пергамент қағаз болмаса, фольга төселінген, немесе осылай противинге ұн сүйіп қойып үстіне қойсаңыздар болады. Немесе противинді майлауға да болады. Мен жай ғана ұн сүйіп қойдым. Осылай ұн сепкен противинге колечкаларымызды қоямыз. Бір бөлек ыдысқа мен бір жұмыртқаны жардым да, үстіне кішкене ғана қант салып, бәрін жақсылап араластырып алдым. Сосын араластырып болғаннан кейін осы жұмыртқамызды семиттеріміздің үстіне жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін мен семиттеріміздің үстіне осылай кунжут салған болатынмын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі нәрсе салсаңыздар болады, тіпті мак салсаңыздар да болады, тым да салмай пісірсеңіздер де болады. Соның өзінде де өте дәмді болып шығады. Енді бұл семиттерімізді 180 градуста қызып тұрған духовкаға 15-20 минутқа жібереміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай семитіміз дайын, өте дәмді болып шықты. Шын мәнісінде өте тез дайындалады, әрі дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Ал егер бұл видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта тағы да осындай рецептлер шығатын болады, әрі қазақша түрде. Сондықтан да каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.